Мен Тартыкулова Анар Бекжанқызы. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Қайнар бөбекжай бақшасында 2019 жылдан бастап тәрбиеші болып қызмет етудемін. Таңертең балаларды қарсы алып, оларға мейіріммен қарап, бақытты балалық шақтарын көру мен үшін үлкен бақыт. Бала тәрбиесі, оның ішінде балабақшадағы сәбилерді тәрбиелеу үлкен мәртебе. Адамды тәрбиелеу демек оның ертеңгі қуанышқа ие болатын келешек жолын тәрбиелеу. Сондықтан біз балаларымыздың болашағына, тәрбиесіне жауапты жандармыз. Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмыстардың басты бағыты оқу тәрбие процесін жүйелі жоспарлау, жаңа инновациялық технологияларды ендіре отырып, балаларды дамытудың тиімді жолдарын қарастыру. Міне осындай жұмыс жүйесі менің балабақшамда қалыптасқан. Ата-ана балабақшаға қалдырған сәттен бастап, баланың өміріне жауапты тәрбиеші. Ал мен өзімнің қасымда сол кішкентай бүлдіршіндердің барына қуанамын. Олар әрқайсысы өз қылығымен тәтті, алғыр, ұяң, ширақ, қызықты. Оларға ең алдымен не керек? Бәрінен де жылы жүрек, махаббат керек. Сондықтан мен олардың әрқайсысын бөліп жармай, бәрін бірдей қабылдаймын. Басқа мамандық түрінен мұндай қызығушылықты көрмейсіз. Өйткені тәрбиеші бала жанының емдеушісі, сарапшысы, қиындықтың бәрін жеңе біліп, балалардың сенімі мен кішкентай жүректерін жаулап алатын адам. Мен осы себептерден кейін тәрбиеші мамандығын таңдап алдым. Және осы мамандықты қатесіз таңдағаныма қуаныштымын. Осы мамандық жолында әрі қарай білім алуға, дамуға, әртүрлі жұмыс түрлерін үйренуге болады. Қысқасы бір орында тұрып қалмаймын. Осылай біз барлығымыз бірге білім жолында келе жатырмыз. Олар жаманнан жиреніп, жақсыдан үйреніп, айналадағы қоршаған ортаны танып білуде. Ал мен олардың барлық жақсы қасиеттерді өз бойларына сіңіре білуіне қызмет етуден жалықпаймын. Мен өз ісімді шеберлікпен атқарып, балабақшамдағы тәрбиеленушілердің заман талабына сай білімдерін жетілдіріп, шығармашылық қабілеттерін дамытып, қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Адамның адамшылдығы ғылым, ақыл, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген Абай сөзін өмірлік қағида еткен тәрбиеші ұстаз құрметті деп санаймын. Міне мен өз мамандығымның иесімін. Назарларыңызға рахмет.